Шаш бюралау әдетте сұлулық салондарында ұзындығы мен қалыңдығына байланысты болады. Көп жағдайда арзан емес, ал үйде шаш бюралаудың неше түрлі әдісін желіде қаптап жасап жатыр. Соның қайсы расымен де бюралайды екен? Лайфхактардың рас өтірігін тексеретін айдарға зер салыңыз. Пайдалы болса, әрине түртіп алыңыз. Қайырлы таң көрермендер. Бүгін біз шашты бюралауға арналған лайфхактарды тексереміз. Ол үшін бізге кәдімгі шаш түзулегіш керек болады. Осының көмегімен шашты тез бюралаудың әдіс-тәсілін тексереміз. Шашты мысалы жай ғана талдап бюралап отыруға уақытыңызда болмайды. Сол кезде осы шашты алып, екіге бөліп, былайынан орап, шаш үтіктегішпен алып, осылай сәл ғана 5 минуттай қысып ұстап отыруымыз керек. Сол кезде шаш тез бюраланады. Шаштың типіне байланысты болуы да мүмкін. Біреуінікі сәл бұйра шаш, жұмсақ шаш, қатты шаштар болады. Бұл әдіс қатты шаштарға тиімсіз де болуы мүмкін, менікі сияқты. Бірақ сонда да біз қазір тексеріп көреміз. Ысып кетті. Не көргендеріңіздей, бұл қатты шаштарға тиімсіз де әдіс сияқты. Өйткені көрдіңіздер, бағанағы шашым сол қалпына қайтадан келді. Мүмкін тағы сәл ұзақтау ұстап тұру керек шығар. Көріп тұрсыздар, менің шашым қатты әрі қалың. Сондықтан шашының типі менікі сияқты қыздарға бұл лайфхак әзірге жарамсыздау. Шашы бұйра қыздар шашының керісінше тік болғанын, ал шашы тік қыздар керісінше бұйра болғанын қалайды. Ал біз бүгін сондай бұйра шашты қалайтын қыздарға арналған лайфхакты тексереміз. Көп қыздар афро бұйра жасап жатады. Ал оны жасайтын құрал үйіңізде болмаса, оған сізге мынадай қарандаш көмектеседі екен. Қазір біз сол лайфхакты тексереміз. Алдымен ол үшін мен шашымды толық бұйраламаймын, тек тексеру мақсатында болғандықтан алдыңғы бөлігін ғана бұйралап көрмекпін. Ендеше бастайық. Алдымен шашымды сәл сулап алуым керек. Енді осы оралған бөлікті фенмен кептіріп шығамыз. Бұйраланып жатыр. Бастапқыда қыстырған қарындаш түсіп қалды. Енді басқалары қалай шықты екен? Өздеріңіз көріп отырғандай, өте әдемі бұйра шықты. Ендеше үйде осындай шашылып жатқан қарындаштар болса, және де афро бұйраға арналған бұйралағышыңыз болмаса, осы қарындаштың көмегіне жүгінуіңізге болады. Құрметті көрермен, қазір COVID-19 індеті таралуына байланысты барлығымыз қауіпсіздік шарасын сақтауымыз керек. Сондықтан маска тағып жүріңіз деп айтудан жалықпаймыз. Сақтансаң сақтайды.